Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде жаңа тақырып дүниежүзі тарихынан жазып аламыз. Неліктен қоғам қызылдар мен ақтарға қан жарылды? Неге бөлінді қызылдар мен ақтарға? 1917-24 жылдары Ресей қаншалықты өзгерді? Енді тарихи жағдайға тоқталып өтейік. Бірінші бізде 1917 жылы ақпан айында Ресейде монархия жойылады, монархиялық билік түрі. Оның орнына бізде уақытша үкімет құрылады. Бірақ халықтың жағдайы нашар болады. Соғыс, аштық, дағдарыс деген сияқты. Тағы да басқалары. Қоғамда түрлі саяси көзқарастар қалыптаса бастайды. Нәтижесінде ел екіге бөлініп кетеді. Қызылдар және ақтар. Қызылдар ол бізде большевиктер, яғни көшбасшысы Владимир Ильич Ленин. Ұрандары бейбітшілік, жер, нан деген. Мақсаты социалистік қоғам құру. Ал ақтар олардың құрамында бізде монархистер, офицерлер, буржуазия, яғни қарапайым халық. Көшбасшылары Колчак, Деникин, Врангель. Мақсаты патшалық билікті немесе буржуазиялық тәртіпті қайтару болады. Бұл жылдары бізде азамат соғысы болады, 1918-1920 жылдар жазып аламыз. Елдің ар аймағында ауыр соғыстар болады. Миллиондаған адамдар қаза табады. Экономика күйрей бастайды, аштық пен аурулар көбейе бастайды. 1920 жылға қарай жеңіс қызылдардың жағында болады. Нәтижесінде бізде әрине кеңес үкіметі нығаяды осы тұста. Ресейдегі өзгерістер енді. Патшалық билік жойылады, осы 1917-24 жылдар аралығында социалистік мемлекет орнайды, яғни экономикада жаңа саясаттар, жаңа экономикалық саясат пайда болады, енгізіледі. Астанасы Мәскеуге көшіріледі. 1922 жылы Кеңес одағы, яғни КСРО құрылады. Бұл өзгерістерді жазып аламыз дәптерге. Осы кезде Лениннің рөлі қандай болады? Кеңес мемлекетінің негізін қалайды, 1924 жылы қайтыс болады және оған арнап ескерткіштер мен түрлі ескерткіштер салынады, яғни мавзолей. Қорытынды. Қоғам, яғни қызылдар мен ақтарға бөлінеді, себебі мақсаттар мен көзқарастар әртүрлі болады екі жақтында. 17-24 жылдары Ресей түбегейлі өзгереді, яғни монархиядан социализмге көшеді, ал жаңа мемлекет КСРО дүниеге келеді осы кезде. Жақсы, жазып алатын ақпараттар жазып аламыз дәптерге, жаңа айтып кеткен тапсырманы мен жеке жүктеймін классрумға.